Кырым ишгалынан 1996 күні эфирде заман студияда сілерді мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Русияге қаршы иқтисади ве саяси санкцияларны арттырып, саяси мабуслерны азат етіп, Қырымға Қырым татар мұқтариеті статусы берілмесі. Бөле талапларнен Киевте Русия тежауызына Қырымда қаршылық көстерілген күнне бағышланған маршрут керілді. Деңде зияде иштиракчы Қырым татар ве Украин байрақларынан Киев меркезі или маршнен кечіп, Мұстақылық мейданында митинг кечірділер. Сегодня в Украине уже не должно быть ни у кого сомнений. Украинада кімседе шубе олмайып, жидди шекілде Қырым азат етілуіне азырлық көрме керекміз. Азырлықлардан бірі бұл бүгінки мұқтариетінің статусынен бағылы Украина анаясасына денішмелер кірсетілмек керек. Бұл роліні Украина президенті бежермек керектір, о бежережегіне ұмыт етем. В Конституции Украины. Чоңғарда да Қырым ишгаліне қаршылық күнне бағышланған юруш өткерілді. Қырым атандашлық қамача фаалжелері, меджлис темсілжелері, ерлі мемориет векілері Қырым татар ве Украин байрақларынан берабер Чоңғардан Қырым елі мемори сыңыр кечтіне қадар юруш яптылар. Қамача координаторы Ленур Ислямов акция иштиракчылары адындан президент, парламент ве акимиетке мураджат етті. Дайте, наконец, коренному народу Тамыр халқа кануни шекілде Украина еркенада тамыр халқ олмаға фұрсат беріңіз. Анаясанын 10-шы маддесінде Қырым Украина қысымында бұл Қырым татар территориал мұқтариеті олғанны белгілемек керек. Президент ишандырғанызны япыңыз. Ришат Аметовқа Украина қараманы унванны беріңіз. Ой үшін бұл эп бір, біз үшін yok. А нам нет. Түркияда yaşagan Қырым татарлары қара чемберлерінен Анкара ве Истанбулдаки Түркия, Русия елшілігі оғыне чықтылар. Бөле шекілде олар Украина ве Қырым татарларға қаршы олған Русия сиясетіне итиразны көстерділер. Топлашқанлар Қырым ишгалінен ичбір вақыт разы олмай жағын айтты. Kırım'ın işgalinin ne yazık ki 3. yıl dönümünde tüm dünyanın ve Türkiye'nin Kırım'a gözlerini kapatmasını bu şekilde protesto ediyorum. Gözlerimiz bağlı çünkü Türkiye'deki yaşayan kardeşlerimiz Kırım'daki kardeşlerinin yaşayanlarına gözlerini kapatalar, kulaklarını kapatalar. Asıl da işitmeyler, ne içindir bilmeyimiz. Onlar endi Kırım'daki kardeşlerinin seslerini duysunlar, gözlerini açsınlar, anda yaşayanlarını korusunlar isteyimiz. Herkesin Kırım'a duyarlı olmasın, arkasında durmasın, oğa yardım etmesin, herkesin Kırım'a kayıtmasını isteyeyim. Özellikle son 3 yılda yaşananların ışığı altında Kırım'ın geri dönüşünün yakın olduğuna inancımız tamdır. Bununla birlikte ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, Kırım Tatarları vatanlarından asla vazgeçmeyecek. Kırım Tatar halkı teslim olmayacak. Kırım Tatar halkı teslim olmayacak. Rusları korkuttuğumuz için çok mutluyum şu anda. Eskiden beri böyle, 3 seneden beri biz hep buraya gelemiz. Rusya Büyükelçiliği bu konuyla alakalı işte Kırım Tatarları meclisimize, Büyükelçiliğimize saldıracak, işte buradaki Ruslara, görevlilere saldırı olacak diye devamlı ihbar yapıyor. Халқара жамаатчылығы Русияге қаршы басқын артырмақ керек ма? Тежауыз мемлекет ишғал олынған Украин территорияларында япқан терроризмі афу етілсе не olur? Бұл дегер суаллер Қырым ишғалының 3 жылығына бағышланып кечірілген халқара форумда сеслендірілді. Шықшылар япқанлар арасында Авропа Шурасы, НАТО темсілжілері, Канада ве Түркия елшілері. Форумда Қырым татар халқының ишғалге қаршылығы ве ярмадада инсан ақлары бозылғаны музакире етілді. Агрессор имеет очень мощную пропагандистскую машину, отупляющую, зомбирующую, агрессивную пропагандистскую машину. Я мало знаком с методами нацистской геббелевской пропаганды, но могу смело утверждать, что по степени агрессивности, лживости, беспардонности нынешняя российская пропаганда намного превосходит пропаганду советского тоталітарного режиму. І саме через цей опір, на жаль, сьогодні Росія мститься. Мститься Меджлісу, мститься українцям та кримським татарам, які не згодні з російською окупацією. Політичні розправи, вбивства, викрадення людей, обшуки,
ув'язнення, допити, штрафи, доноси, вибіркове судочинство, каральна психіатрія, кримінальні справи, позбавлення права на пересування та захист. Tabii bizim Rusya ilişkimiz devam edecek. Rusya önemli bir ülke. Sadece Türkiye'nin kuzeyinde değil, güneyinde, dünyanın birçok yerinde önemli ülke. Fakat ilişkilerimizin devam etmesi bizim ilkeli politikamızın Ukrayna'ya, Kırım'a ilişkin ilkeli politikamızın değişeceği anlamına gelmiyor tabii. Bunu uluslararası toplum biliyor, Ukrayna biliyor, Rusya da biliyor. 15 bin insan Moskvada Немцов қатарасына бағышланған марш кечірді. Тешкіләшілер білдіргеніне көре, соңғы ел девамында бұл Путиннің саясетіне қаршы кечірілген ең бұйық нумайыштыр. Қырымда кечірілген репрессиялар тоқтатылмасы талабымен айры колонна тешкілетілді. Оның сырасында адвокат Николай Полозов, Марк Фейген ве Қырымдан барған Қырым татар фальжелері. Русиялы мұхалиф Борис Немцовны 2 ел евелсі февралінің 27-сінде Москва мерkezінде атып өлдірген еділер. Қабатлы insanlar hala da cezalanmadı. Babamны Украина тарафдары олғаны үшін ве соңки 3 ел девамында өз изатларында Қырым бұл Украина олғанын айтмаға девам еткені үшін Русия бүтінлігіні бозмаға чағырулар япқандыр деп қабатлайлар. Русия Донбастан кетіп Қырымны азат етмек керек дегені үшін оны тақып етелер. Марш памяти — это не панихида. Қатыра маршы тек олын аңмақ үшін дегілде наразылық көбәді кечірілі. Біз оның ғайелері яшағанны көстереміз. Осақ ве бұпек мұйымдыр. Қырым татар халқына да дестек көстереміз. Біріншіден Русия соңки еллары алып барған арби әрекетлеріне қарышым. Екіншіден бұл соқаққа чықып, менің фікірім башқаларына көре башқа олғанын айтмаға екене бір фырсаттыр. Мен қардаш девлетінің байрағын еткетем. Украина біздер үшін қардаш мемлекеттір. Путин анда женг башлады. Путиннің пыслері Украинада украинлеріні өлдіре. Путин өзі де пыс инсан. Правый сектор Крымская сотня бөлі языларнен этикетлер ижғал олынған Қырымның шер соқақларындаки дирекве диварларында пейда олды. Ләкин олар чоқ турмаған шатлар білдіргенне көре этикетлеріні тез шекілде ертіп ташлағанлар. Ижғал олынған Қырымны Русияге кираға берілмесі ақындаки Лейханын Мойлифы Артеменко Москваға бір қачкері барып келген. Бұны матбуат конференциясында халық депутаты өзі айтты. Оның сөздеріне көре Донбасс ве Қырым аққында Кремльнен сөз юрсетмеген екен. Кечкен авта депутат Ярамаданы 100 елға Русияге кираға берілмесіні теклиф еткен олса, бүгін өз сөздерінден вазгечті. Основою мирного врегулювання на півострові може бути Ярамадада барашығның темелі экспертлер ғайысы ола біле, мисали чун, екілік мұстақылық яда кечічі деверде халқара меморият. Бұл Қырымда Украина мұстақылығыны ғайрадан тікремеге ярдым етечек. Ярамада ешбір вақыт кираға берілмейчек. Тамыр халқының Қырым татарларының ақлары бозыла. Қырым бойынша ел харитасының ішлеп шығармасы үшін Қырым татар халқының лидерлері Мустафа Джемилев ве Рифат Чубаровны желп етме керек. До розробки дорожньої карти щодо Криму. Вони мають бути серед переговорників з української сторони у вирішенні. Марлен Мустафаевке қол тұтмаға шыққанлары үшін жазаланған 10 мұсылманы азат етілді. Ишғалшылар оларға 5 күнлік апыз жазасына белгілеген еді. Олар эпосы Мустафаевның евінде тентуф башланған соң дестек көстермеге шыққанлар. Полис хадимлері бұны қанунсыз кечірілген митингі бұтанып, тұтып, оларны полис бөлігіне алып кетті. Ишғалшылар махкемесі оларны қанунсыз митинг кечірілгенінде қабатлап, апске ташлады. Оларны уафақат изолятор янында достве яқынлары қаршылап алды. Мустафаев ise 5 күнден азат olunmak керек. Задержание было очень жестким. Мені серт шекілді яқаладылар. Мені бірінші оларақ автобусқа yüklediler. Бір озым олған вақыт фұрсатнен файдаланып, амон хадимы мені бір қачкере көкрегіме ұрды. Бұл көстергеч тұтып олғаны белі. Қырым мұсылманларына қорқызмақ, қомшысында бір шей олған вақыт евінден шықмастан отырсын деп япалар. Чтобы все мусульмане Крыма увидели, да? Людей запугать, нейтрализовать.
Bizlerni qo'rqizmoq uchun evvelsi para jazolari olsa, şimdi apısnen jazolaylari. Elhamdülillah Allah bizlerni sayladi. Biz o'z taqdirimizden memnunmiz. Repressiyalar devam etecektir. Tarixni hatırlasak, so'nggi 200 yıl devamında falcı imam ziyalarımızı birer alıp ketip, ularni yo'q etediler. Noman Çelebijehan'ı hatırlay bilemiz, onu denizde çöktürdüler. 1923 senesi sultanға sadıqlıqni bildirmek için imza toplagan uçağa kardeşini da yok ettiler. Sonra ise bir kunde bütün halkını sürgün ettiler. Вначале, субханаллах, Birlikte halkımızga karşı yapılgan baskılarını yengip çıkarımız. Kırımska Solidarnost birleşmesi azaları tintuf ve tutuvga uğragan Kırım tatarlarını bir ozunu kaldırmayıp destek göstermege çağıralar. Olar birleşip kanunsuzlukka karşılık göstermek mümkün olganından eminler. Tunevin birleşmenin nevbeteki toplaşıp otkerildi. Anda siyasi mabuslarının soy sopları ve hukuk kırı. Эти очередные попытки Hareketlerinin halkımızını yaxşı, yaramay, orta ve radikal soylarına bölmege tırışalar. Bizlerini qorqozmağa isteyler. Tutuv, para cezalarının halkımızın bir-birini destek gösterüvü ve birdemligini bozmağa isteyler. Halkımızını toxtamamağa, susmamağa çağıramız. Olgan kanunsuzluqni bütün dünya bilmek gerek. Birlikte Allah'ın emri ile olgan kıyınlıklar ve halkımızga karşı olgan baskını keçe bilemiz. Yakında ile kurgan Ablamitовлар qorantası laqayt қалмағанларының yardımına muhtaç. Hekimler Kemanece Selvina Setyegayevaga miyinden tış şişik hastalığı olğanını belgilediler. O yakın vakitta İsrail'de pahalı ameliyattan geçmek gerektir. Tez vakitta $50.000 miqdarında bir para toplamak gerektir. Yardım gösterip olacak şahıslar ekranlarda kaydetilgen telefonlar vasıtasının bağlanıp yardım gösterebilirler. Para yollamak için bank hesabı da açılgandır. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Hepinizge hayırlı günler tileyim. Daima atırılı olunuz. Nevbeteki yayınlarımızını kaçırmanız.